Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге ас қорыту жүйесі туралы айтатын боламын. Және де адамда болатын кекіру, жүрек айну процестері неден болады, сол туралы айтатын боламын. Егер де тақырып қызық болатын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ас қорыту жүйесі ағзаға, ауыз қуысына тағам түскеннен кейін ол амилаза ферментінің әсерінен ыдырап бастайды. Ал келесі ыдырау процесі бізде асқазанда тұз қышқылымен және пепсиннің әсерінен ыдырайды. Келесі ыдырау процесі 12 ішекте тұз қышқылы және ұйқы безінің ферменттерінің әсерінен ыдырайды. Ашқетте тағамдардың сіңуі жүріп, ішектің соңғы бөліктерінде нәжіс жиналады. Біздегі негізгі орган ол өт қабы болатын болса, яғни өт қабының формасы бізде алмұрт тәрізді болып келеді. Ал стресстің нәтижесінде және дұрыс тамақтанбағанда оның формасы өзгере бастайды. Бір иірімдісі екі иірімді болуы мүмкін, немесе жалпы оның өттің шығуының қиындауына алып келетіндей формасы өзгеруі мүмкін. Соның нәтижесінде бізде ағзада өте үлкен өзгерістер пайда болады. Егер де біз алттан кейін өтті шығаратын тағамдарды қабылдайтын болсақ, онда бізде өт қабына өт сыймай, соның нәтижесінде 12 ішекке көп мөлшерде өттің шығуы мүмкін. Соның нәтижесінде бізде егер де асқазан және 12 ішек ашық болатын болса, арасы ол яғни стресстің және дұрыс тамақтанбаған нәтижесінде сфинктер ашық болатын болса, өттің кішкене бөлігі асқазанға өтеді. Ал асқазанға өтетін болса, өттің ортасы сілтілі орта болатын болса, асқазанның ортасы қышқылды орта. Яғни екі сілтілі мен қышқылды орта қосылғаннан кейін газ түзіледі. Сол егерде газ асқазанның түбіне қарай көтерілетін болса, асқазанның бір керілгендей сезім болуы мүмкін. Ал егерде осы газымыз асқазан мен және өңеш арасындағы сфинктер ашық болатын болса, онда газымыз өңеш арқылы көтеріліп, ауызда кекіру пайда болады, яғни газ шығады. Және егер тамақтың кейбір кішкене бөліктері ауыз қуысына өңеш арқылы түсетін болса, онда бір қыжыл, бір жағымсыз дәм келуі мүмкін. Асқазандағы түзілген газ 12 ішекке қайтадан өтетін болса, онда ішектердің гүрілдеуі мүмкін. Келесі, егер де бағана айтқанымыздай 12 ішектің кеңейген жерінен, яғни асқазанға өт өтетін болса, онда өттің ортасы сілтілі орта болған үшін, онда асқазандағы қышқылды ортаны басып, соның нәтижесінде хеликобактер пилоридің дамуына алып келеді. Өт асқазанға кішкене ұзақ уақыт тұратын болса, онда эрозия және асқазан жарасы пайда болуына алып келеді. Өт асқазанда ұзақ уақыт тұратын болса, онда ол сору процесімен көрінеді. Яғни бізге қалай білінеді? Ол яғни қарны ашқан сияқты сезім болуы мүмкін, бірақ ол қарны ашу тек мида ғана болу керек. Асқазанға өт бөгде дене болғандықтан, оны асқазан шығарып тастағысы келіп тұрады. Ол қандай белгілермен көрінуі мүмкін? Жүрек айну, құсу рефлекстері болуы мүмкін. Және де дауыстың қарлығуы, стоматологтың алдына барғанда жүрек айнуы және де лор дәрігері де қарайтын болса, жүрек айну сезімдері болуы мүмкін. Машинаға мінгенде шайқатылу, бас айналу болуы мүмкін. Және де температурасы және де тамақтағы ауру сезімсіз ангина болуы мүмкін. Және стоматологиялық жағынан қарайтын болса, сіздерде тастардың тез пайда болуы, қызылектің қанауы және де қызылектің қабыну процестері жиі болуы мүмкін. Және де ауызда, тілде және ұртта тістің іздері қалуы мүмкін. Тілдің тілінуі, еріннің тіліну процестері болады. Дауыстың қарлығуы болуы мүмкін. Жиі стоматиттер және де тамақта бір нәрсе тұрғандай болуы мүмкін. Және оны тамақта бір нәрсе тұрғандай сезім болуы мүмкін. және де жөтелгісі келіп, жөтелгенде де бір ақшыл қақырық шығуы мүмкін. Түнде ұйықтағанда ауыздан сілекейі ағуы мүмкін. Және де ауыздағы құрғау сезімі болады. Және тілде ақ және сарғыш налеттар болуы мүмкін. Ауыздағы жағымсыз
иіс шығуы мүмкін. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео сізге ұнаған болатын болса, менің арнама тіркеле кетіңіз, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жаза кетіңіз. Және егер сізге қандай тақырып қызық болатын болса, соны комментарияға жазыңыз. Мен соған байланысты видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.